Сәлем достар, бүгін еш қиындықсыз Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Видеоны көрместен лүпіл басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 800 грамдық дайындалған қатпарлы қамыр қажет. Қатпарлы қамырымызды 9 немесе 10 бөлікке бөліп, дөңгелетіп дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызға ұн қосып жұқалап жайып, пісіру барысында көтерілмес үшін шанышқымен кесіп шығамыз. Корждарды 200 градус қызып тұрған пеште 10-12 минут пісіріп аламыз. Енді корждарымызды бірінің үстіне бірін қойып, біркелкі форма беру үшін дөңгелек етіп кесіп аламыз. Корждың қалдықтарын торттың бетін әрлеу үшін ұсақтаймыз. Енді кезекпе-кезек алдымен корж, содан соң кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Мен бұл тортқа заварной кремді қолдандым. Өте оңай жасалатын заварной кремнің рецептін менің арнамнан таба аласыздар. Алдыңғы видеода заварной кремнің рецептімен бөліскен болатынмын. Немесе осы видеоның астындағы сілтемеден басып өтуіңізге болады. Басқа кремдерден қарағанда осы заварной кремді қолдануға кеңес беремін. Себебі Наполеон торты өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мінекей Наполеон тортын қолжетімді заттармен үйіңізде тез әрі дәмді етіп жасай аласыздар. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.